Мен бір така айтысулар болды ғой. Соғақтарда, мысалы, одан мері боқтады. Мен енді боқтағанда әлгі бір жігітті қайта сүйгіштеп, енді миллион халықтың алдында сон тәсірі жаман ғой енді деп ашуым кеп, солай болдым. Одан мен жер-жебірме жетіп, жет атамның қабырын бірақ қазып осындай болды ғой. Сол кезде адамдашы, mesela кейбіреулер бәлкім сондай боқтық естісе, ауырып неше күн осындай болады. Mesela Ерсайда да мықты дейміз. Ана жақтан ері де боқтап жатқан, әйелі де боқтап жатқан, осытып жатса да және ештемені уай деп былай ғой, қаперіне алмайды ғой бір талда. Ал енді мен боқтаған кезінде, ой, ана тоғызтаулық қатынның сөзі миыма кіріп алды деп тұрып, сөйтіп бір ызаланды енді. Сол адамның жүрегі қаншалық үлкен болса, гүжүй деген нәрсе болады да. Үлкен істе сіздің алдыңызда кішкене мәселе көрінеді. Егер сіздің ішіңіз кішік болса, кішкентай істе сізге үлкен мәселе болады. Сөзім түсінікті ма? Мына киіп алған мыналардың ұзындығы 1.30 шыққан ерекше әйбат әлбетте үлкен өмірі жоқ, 70 кілдің төмен жағы киестер. Осындай әйбет. Мына пасоны да керемет әйбет. Міне көрдіңіздер ме, қыздар яңмау, Бұлар сол сәл өрірек шығады екен. 268-ден қимылғып бердім, қалқам міне. Соған бұл өмірде әлгі бұрынғы сияқты қарны тоймайтын, киім табамай жатқан әзір адам жоқ қой. Негізінен біз әзір әлгі дөңгелек дәулет дөрегі жетіп болдық десек те болады ғой. Мысалы, сондай бай-баяшат жасап жатырмыз партияның жақсы саясатында. Соған әлгі кейбір нәрселерде енді осы кейбір іске бүйтіп асылып алудың қажеті жоқ. Мысалы, айтпақшы болғаным, фауқылада біреу болды, біреудің аяғын басып кетті дейік, бір кішкентай жұмыста. Соған неше күн назаланатын адам бар ғой, мен аяғымды басып кетіп, айтып кешірім сұрамады, бүйтпеді, сөйтпеді деп. Соған сондай назаның бәрі қайдан келеді? Сіздің жүрегіңіздің кішіктігінен келеді ғой. Кішкентай нәрселерге мазаланып, түн-түнімен ұйықтай алмай, өзіңіздің етіңізді өзіңіз жеп, қиналып жүрген адамдар жетеді да. Соған әрбір нәрседен жүректі кеңге салуды бір ойлаңдаршы. Бүйтіп бір тастаңыздаршы, тастаған кезде әлгі адам құдықтың ішіндегі бақа деп неге айтамыз, ол түк көрмеген ғой. Соған анау бүйтіп қарағанда құдықтың аузынан басқа ештеме көрінбегеннен аспан соншалық деп ойлайды. Ал сіз сыртқа шығып, көпті көріп, айтып, бүйтіп, талай нәрсені, талай соққыны жеген кезіңізде барып, жетілу сізде болады да. Енді осындай кезге келген кезіңізде сіз тұрмыстың сізге берген сәтсіздігіне рахмет айтсаңыз болады. Егер сіздің басыңызға сәтсіздік келмесе, сіз болды, мен әдеттегі адам болуға дайындық қылып қояйын деп әдеттегі адам болып жасасаңыз болады да. Егер сізге мейлі неке жағы болсын, анау мына жақтан болсын, сәтсіздік келіп тұрса, қуансаңыз болады. Неге? Солардың бәрі сізді табысқа бастау үшін сізге жайылып жатқан пәләмпәй, баспалдақ, саты. Соған